Назар аударыңыз. Бұл отбасылық шиеленістер арнасының авторлық әңгімесі. Оқиға көркем шығарма ретінде жазылған. Кейіпкерлер мен оқиғалар ойдан құрастырылған. Бейнені немесе мәтінді авторның рұқсатынсыз толықтай көшіруге, қайта жүктеуге және өз атыңыздан жарияламауыңызды сұраймын. Авторлық еңбекті құрметтегеніңіз үшін рахмет. Күздің қара суығы ерте түскен жыл еді. Ауыл шетіндегі көк шатырлы үйдің ауласында адам қарасы азайып, қақпа баяу ғана сықырлап жабылды. Соңғы келген көңіл айтушыларды тараған. Бірнеше сағат бұрын ғана адамға лық толған аула қазір тым-тырыс. Зере есік алдындағы ескі орындыққа үнсіз келіп отырды. 55 жасқа келгеніне 2 ай ғана болған. Бірақ бүгін ол өзін 70-ке келген кемпірдей сезінді. 40 жылға жуық бірге тұрған жары Нұрланды мәңгілік сапарға шығарып салғанына бірнеше сағат қана өткен. Үйдің іші бұрынғыдай емес. Әр бұрыштан Нұрланның дауысы естілетіндей. Теледидардың жанындағы көзілдірігі. Қабырғада ілулі тұрған ескі күртесі. Есіктің қасындағы сүйікті етігі. Бәрі орнында. Тек иесі ғана жоқ. Зере үйге кіріп, дастарханды жинай бастады. Қанша адам келсе де, жұмыстан қашып көрмеген әйел бүгін де өзін жұмысқа салды. Себебі жалғыз қалса жылайтынын білді. Кесе жуып тұрған кезде қолындағы бір шынаяқ жерге түсіп быт-шыт болды. Сол сәтте Зере де тізерлей отырып, көз жасына ерік берді. «Неге мені жалғыз қалдырдың?» деді көбірлеп. Жауап болмады. Тек бос үйдің үнсіздігі ғана. Зеренің 2 баласы бар. Үлкен ұлы Арман Алматыда тұрады. Қызы Айнұр Астанада. Екеуі де жерлеуге келіп, енді ертең қайтпақ. Кешке шай үстінде Арман: «Анашым, бұл үйде жалғыз қалмаңыз. Бізбен бірге Алматыға жүрміз», деді. «Жоқ, балам». «Неге?» «Әкеңнің әр кірпіші өз қолымен қаланған үйін қалай тастап кетем? Жалғыз өзіңізге қиын болады». «Қиын болса да, осы үйде қалам». Балалары бір-біріне қарап үнсіз қалды. Олар аналарының мінезін білетін. Бір айтқаннан қайтпайтын. 2 күннен кейін үй мүлде босап қалды. Арман мен Айнұр жұмыстарын сылтауратып қалаларына қайтты. «Күнде хабарласамыз, анашым», деп құшақтап кетті. Қақпа жабылғаннан кейін Зере ауылда ұзақ тұрды. Міне, енді шынымен жалғыз. Алғашқы түні ұйықтай алмады. Біресе дәлізге шығады, біресе ас үйге кіреді. Біресе Нұрланның суретіне қарап отырады. Таңғы 4-те ғана көзі ілінді. Келесі күні аулаға шыққанда қоршаудың бір бөлігі құлап жатқанын көрді. Нұрлан ауырмай тұрғанда «Келесі жазда жөндеймін» деп жүрген. Сол келесі жазы енді еш қашан келмейтін болды. Зере қолына балға алып өзі жөндемек болды. Бірақ шеге де қаға алмады. Балға қолынан түсіп кетті. «Ей, апай, өзіңіз істемеңіз». Артына жалт қарады. Қақпа алдында бұрын көрмеген жас жігіттер екен. Үстінде жұмыс киімі. Қолында құрал сайман салынған жәшік. «Сәлеметсіз бе? Мен Ержанмын. Көрші үйдегі Сапар ағай жіберді. Қоршау құлап қалыпты», деді. «Мен ешкім шақырмадым». «Білем, бірақ Сапар ағай сіздің жалғыз қалғаныңызды айтты. Көмектесейін дедім». Зере бірден келсе қоймады. «Ақысын төлей алмаймын». Жігіт күліп жіберді. «Ақша сұрап тұрған жоқпын. 1-2 сағаттық жұмыс қой». Зере үнсіз қалды. Жігіттің жүзінде арамдық байқалмайтын. Қарапайым, сыпайы, сөзін созбайтын адамға ұқсайды. «Жарайды, онда кір». Ержан ештеңе деместен жұмысқа кірісті. 1 сағат өтпей-ақ құлаған қоршау жаңасындай болып тұрды. Зере сырттай қарап таң қалды. Нұрлан тірі болса, дәл осылай жасар еді деген ой жылт етті. «Болды апай, шай ішіп кет». «Әуре болмай-ақ қойыңыз. Келген адам шай ішпей кетпейді». Ержан қарсы болмады. Ас үйде үнсіз шай ішіп отырғанда Зере алғаш рет оның жүзіне анық қарады. Жасы 30-дардың ортасында, сабырлы, дауысты жайлы. «Отбасың бар ма?» деп сұрады Зере. Ержан бір сәт үнсіз қалды. «Жоқ». «Үйленбегенсің бе?» «Үйленгенмін, бірақ қазір жалғызбын». Зере әрі қарай сұрамады. Екеуінің де жүрегінде жазылмаған жара бар екенін сол үнсіздіктің өзі айтып тұрғандай еді. Зере Ержанның соңғы сөзінен кейін үндемей қалды. «Үйленгенмін, бірақ қазір жалғызбын». Осы бір ауыз сөздің астарында үлкен мұң жатқанын сезді. Бірақ артық сұрақ қоюды әдетіне айналдырмаған. Адамның жарасын қазбалағанды ұматпайтын. Шай үнсіз ішілді. Терезенің ар жағында күзгі жаңбыр сіркіреп тұр.
Үйдің ішінде тек шәйнектің ызыңы ғана естіледі. Рахмет апай, мен жүрейін, деді Ержан орнынан тұрып. Күте тұр. Зере ас үйдегі сөреден кішкентай дорба алып шықты. Мынау бауырсақ пен құрт. Жолда жеп жүр. Қажет жоқ еді. Баламдай жігітсің, алып кет. Ержан жымиып дорбаны алды. Рахмет. Қақпадан шығып бара жатқан жігітке Зере ұзақ қарап тұрды. Неге екенін өзі де түсінбеді. Әлгі жігіт кеткен соң үй тағы да тым-тырыс болып қалғандай көрінді. Келесі таң ерекше ауыр басталды. Түнде Нұрланды түсінде көрді. Екеуі баяғыдай бақшада алма теріп жүр екен. Нұрлан күлімдеп, жылама Зере, деді. Зере жүгіріп барып құшақтамақ болғанда күйеуі ғайып болды. Осы кезде оянып кетті. Жастығы су болып қалыпты. Таңғы ас жеуге де зауқы соқпады. Үйдің іші тарылып кеткендей. Ол аулаға шығып бақшаға қарай беттеді. Нұрлан екеуі жыл сайын қызанақ, қияр, бұрыш егетін. Биыл бәрі құрап барады. Су құятын мотор істемей қалыпты. Зере оны жөндемек болып біраз әуреленді, бірақ қолынан келмеді. Әй, өзінен өзі сөйлеп жіберді. Нұрлан болса 2 минуттақ жөндер еді. Осы кезде сырттан көлік тоқтаған дыбыс естілді. Қараса, кеше келген Ержан. Қолында тағы да құрал сайманы бар. Сәлеметсіз бе? Тағы не болды? Сапар ағай айтып еді, су моторын істемей жатыр деді. Қой балам, кеше де көмектестің ғой. Көрейін. Ержан ештеңе күтпестен мотордың қасына отырды. Бірнеше минуттан кейін бөлшектерін шешіп, қайта жинай бастады. Зере алыстан бақылап тұр. Қазіргі жастардың көбі телефоннан баса алмайды. Мына жігіттің қолынан бәрі келеді екен, деп ойлады. Жарты сағат өтпей мотор гүрілдеп іске қосылды. Су бақшаға сарылдап аға жөнелді. Болды. Қалай? Ішіндегі бір бөлшегі сынып қалыпты. Ақшасы қанша? Ержан күліп жіберді. Тағы да ақша дейсіз. Еңбегің ғой. Еңбек болса, ертең өзіме де біреу көмектесер. Осы сөз Зеренің көңіліне қатты әсер етті. Қазіргі заманда тегін көмек көрсететін адам бар дегенге сенудің өзі қиын еді. Түске қарай көрші Күләш апай келді. Әй Зере, келіңіз. Күләш дастарханға отырды. Біраз үнсіз шай ішкен соң, анау жас жігіт кім? Қайсы? Таңертең үйінге жүрген. Қоршауды жөндеп берді. Бүгін моторды істетті. Танысың ба? Жоқ, Күләштің қабағы түйілді. Жалғыз әйелдің үйіне жас жігіттің қайта-қайта келуі дұрыс емес. Зере таңырқай қарады. Не айтып отырсыз? Ауыл ғой, елдің аузына қақпақ бола алмайсың. Адам көмектессе, соның өзінен сөз шығара ма? Қазір адамдар бәрінен сөз шығарады. Зеренің көңілі түсіп кетті. Ол бұл туралы мүлде ойламаған еді. Кешке Ержан қайта келді. Қолында кішкентай пакет. Не әкелдің? Дәріханадан дәрі. Қандай дәрі? Кеше шай ішкенде қатты жөтеліп едіңіз. Менің анам да осыны ішетін. Пайдасы жақсы. Зере аң-таң болды. Өз балаларда оның жөтеліне онша мән бермеген. Ал кеше ғана танысқан жігіт байқап қалыпты. Ақшасын берейін? Жоқ. Ержан. Апай, ренжітпеңіз. Бұл анама алғандай болды. Зере үнсіз қалды. Осы сөз жүрегінің бір жерін шым еткізді. Ержан кетіп қалған соң Зере дәрінің қорабын ұзақ қарап отырды. Мына жігіттің еш жамандығы жоқ сияқты. Бірақ Күләш дұрыс айтса ше, ауыл адамдар не демейді? Ол осы оймен терезеге қарады. Сол сәтте көшенің ар жағында екі әйелдің өз үйіне қарап бірдеңе айтып тұрғанын байқап қалды. Олар Зере сыртқа шыққан кезде ғана тез бұрылып, өз жолдарымен кетіп қалды. Зеренің жүрегі бір түрлі қобалжып кетті. Әлде өсек басталып кетті ме? Таңертең Зере әдеттегідей ерте оянды. Түнде көзілгенімен көңілі тыныш болмады. Кеше көрші Күләштің айтқан сөзі санасынан кетпей қойды. Ауылдың аузына қақпақ бола алмайсың. Осы сөз қайта-қайта есіне түсе берді. Терезені ашып, сыртқа қарады. Көшеде күндегі тіршілік басталып кеткен. Мал өріске айдалып, әйелдер дүкен жаққа асығып барады. Бір қарағанда бәрі бұрынғыдай. Бірақ Зереге бүгін бәрінің көзі өзіне қарап тұрғандай сезілді. Түске таман Зере дүкенге барды. Сатушы Гүлмира бұрынғыдай жылы амандасты. Амансыз ба Зере апай? Аманмын қызын. Нан мен шай алып тұрған кезде дүкенге екі әйел кірді. Зере оларды жақсы таниды. Әдейі бұрылып қарамағанмен, олардың сыбырлаған даусы анық естіліп тұрды. Сол жігіт тағы барған дейді. Иә, кеше кешке дейін жүрген екен. Жасы өз баласындай ғой. Қазір ештеңеге таңғалмайсың. Зере естігендей болмаған кейіп танытып, ақшасын төлеп сыртқа шықты. Бірақ әр сөз жүрегіне ине болып қадалды. Мен не білдірдім?
Адам көмектескені үшін осынша сөз ести ме? Көзінен еріксіз жас шығып кетті. Сол күні кешке есік қағылды. Зере ашса, Ержан тұр. Қолында кішкентай қорап. Сәлеметсіз бе? Кел балам. Апай, анау су моторының бір бөлшегін жаңасын ауыстырайын деп едім. Ескісі ұзаққа шыдамайды. Оның қажеті жоқ шығар. Ертең тағы бұзылып қалса, қайта әуре боласыз. Зере үндемей жол берді. Ержан аулаға шығып жұмысқа кірісті. Осы кезде қақпаның сыртынан Күләш апай өте шықты. Қасындағы әйелге әдейі даусын шығарып. Кейбіреулер күйеуінің жылы өтпей жатып, үйіне жігіт кіргізетін болыпты. Зере бәрін естіп тұрды. Ержан да естіді. Бірақ ештеме демеді. Жұмысын аяқтап болған соң үнсіз құралдарын жинай бастады. Ержан, естідің бе? Естідім. Кешір. Ержан жай ғана жымиды. Неге кешірім сұрайсыз? Мен үшін сөз естіп жүрсің. Мен өмірімде бұдан да ауыр сөздер естігенмін. Біреудің айтқанымен өмір сүретін болсам, баяғыда сынып кетер едім. Осы сөз Зеренің көңілін бір сәтке болса да тыныштандырды. Кетерінде Ержан: апай, енді жиі келе бермегенін дұрыс шығар. Зере жалт қарады. Неге? Елдің сөзі көбейіп барады. Сен соған бола қорқып тұрсың ба? Өзім үшін емес, сіз үшін. Мен кеткен соң өсек те басылар. Зере үндемей қалды. Оның жүрегінде бір түрлі бос сезім пайда болды. Небәрі бірнеше күннің ішінде осы жігіттің келіп кеткеніне үйреніп қалғанын енді ғана аңғарды. Жарайды, өзің біл. Ержан басын изеп, қақпаға қарай жүрді. 3 күн өтті. Ержан келген жоқ. Үй қайтадан үнсіздікке көмілді. Зере таңертең шайын жалғыз ішеді. Кешке жалғыз теледидар көреді. Аулаға шықса да ешкіммен сөйлеспейді. Бірақ бір нәрсе өзгерген. Ол күнде еріксіз қақпаға қарай береді. Келер ме екен? Жоқ, өз енді келмеймін дегендей болды. Өзіне өзі ренжіді. Мен неге оны күтіп жүрмін? Ол маған кім еді? Дәл сол сәтте телефон шыр етті. Экранда ұлы Арманның аты жанып тұр еді. Таңғы сағат 9 шамасы еді. Зере ұлы Арманның қоңырауынан кейін мазасызданып қалды. Анашым, мен бүгін ауылға келемін. Не болып қалды балам? Барғанда сөйлесеміз. Арманның дауысы бұрынғыдай емес, салқын. Қысқа қайырды да тұтқаны қоя салды. Зере күні бойы үй шаруасымен айналысқанымен ойы сан-саққа кетті. Әлде жұмыстан бірдеңе болды ма? Әлде ауырып қалды ма? Кешке қарай қара түсті көлік аулаға кірді. Арман көліктен түсті. Артынан келіні Гүлназ да шықты. Бұрынғыдай күліп келіп құшақтаспады. Амансыңдар ма? Аманбыз. Үйге кірген соң біраз уақыт ешкім үндемеді. Шайды да үнсіз ішті. Ақыры Арман кесесін үстелге қойып: Анашым, ауылда не болып жүр? Деді. Зере бірден түсінді. Не айтып отырсың? Маған бәрін айтты. Кім? Ол маңызды емес. Не айтты? Үйіңізге күнде бір жас жігіт келеді екен. Зере терең дем алды. Келген. Неге? Үйдің шаруасына көмектесті. Ақысын төлеп адам жалдауға болмай ма? Ол өзі көмектесейін деді. Арманның қабағы түйіріп кетті. Анашым, сіз бұл әңгіменің қалай тарайтынын білмейсіз бе? Мен ешқандай жаман іс істегелі жоқпын. Бірақ ел басқаша ойлайды. Ел үшін өмір сүруім керек пе? Сіз біздің анамсыз. Мен ең алдымен адаммын, Арман. Бөлме іші тып-тыныш болып қалды. Гүлназ әңгімені жұмсартуға тырысты. Апа, Арман сізге жамандық ойлап отырған жоқ. Білемін. Бірақ ауылдың сөзі ешқашан бітпейді, қызым. Кеше басқа адамды айтты. Бүгін мен айтып жүр. Ертең тағы біреуді айтады. Арман орнынан тұрып кетті. Бірақ нәрсені айтайын. Ол жігіт бұл үйге енді келмесін. Зере ұлына тіке қарады. Оны мен шешемін. Жоқ, Арман. Мен тірі тұрғанда адамдар анамды сөз қылатын жағдайға жеткізбеймін. Ал мен біреуден көмек сұраған жоқпын. Бірақ ол келді. Демек, енді келмесін. Зере де орнынан тұрды. Өмірінде алғаш рет ұлымен осылай қатты сөйлесу еді. Сен мені бала сияқты басқармақсың ба? Мен сізді қорғаймын. Қорғау мен әмір жүргізудің айырмасы бар. Арман үндемей сыртқа шығып кетті.
Кешкісін ол көрші Сапар ақсақалдың үйіне барды. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам балам. Ержан деген жігітті танисыз ба? Әрине. Қандай адам? Өте тәрбиелі. Бірақ неге анамның үйіне барып жүр? Сапар ақсақал күлімсіреді. Себебі мен жібердім. Арман аң-таң болды. Сіз? Иә. Неге? Анаң жалғыз қалды. Қоршау құлаған, су моторы бұзылған. Мен өзімнің белім ауырады. Сосын Ержаннан көмек сұрадым. Арман үндемей қалды. Бала, бәріне жаман көзбен қарама. Бірақ елдің сөзімен өмір сүрсең, өз өміріңді сүре алмайсың. Арман үйге қайтып келе жатқанда, алыстан Ержанды көрді. Ол ауылдың дүкенінен шығып келе жатыр екен. Екеуінің көзі түйісті. Арман оның жанына барып тоқтады. Сен Ержансың ба? Иә. Мен Зере апайдың ұлымын. Білем. Сөйлесейік. Екеуі жол жиегіне шықты. Арман тіке айтты. Анамнан алыс жүр. Ержан сабырмен тыңдап тұрды. Менің анама жаман ат керек емес. Мен түсінем. Онда енді бұл үйге барма. Ержан басын изеді. Жарайды. Осымен бітті. Егер бұл сіздің анаңыздың тыныштығы үшін болса, мен бармаймын. Арман бұрылып кетіп қалды. Ержан ұзақ уақыт сол орында үнсіз тұрды. Оның жүзінде өкініш анық байқалды. Ертеңіне таңертең Зере есіктің алдына шықты. Әдетінше қақпа жаққа қарады. Бірақ ешкім жоқ. Түске дейін күтті. Ешкім келмеді. Кешке дейін күтті. Тағы да ешкім келмеді. Ол сонда ғана бір нәрсені түсінді. Ержан шынымен енді келмейтін сияқты еді. Ержан келмегеніне бір апта өтті. Алғашқы күні Зере мән бермеген. Екінші күні өзін жұбатты. Үшінші күні жұмысы көп шығар деп ойлады. Бірақ жетінші күнге келгенде үйдің іші бұрынғыдан да суық болып кеткендей сезілді. Таңертең аулаға шықса, өзі еріксіз қақпа жаққа қарайды. Кешке терезе алдынан өтсе, тағы да көшеге көз тастайды. Өзін өзі ұрсып та көрді. Не болып барады, Зере? Ол саған кім еді? Жауап таба алмады. Бір күні аудан орталығына баруға тура келді. Зейнетақыға қатысты құжаттарын жаңарту керек болатын. Автобуспен барып жұмыстары біткен соң, базарға кіріп, азын-аулақ азық-түлік алды. Қолындағы дорбалар ауырлап кеткен. Автобус аялдамасына қарай асығып келе жатқанда, аяқ астындағы тасқа сүрініп кетіп, жерге құлап түсті. Қолындағы пакеттер жан-жаққа шашылып кетті. Тізесі қатты соғылды. Орнынан тұрайын десе, аяғы сыр бермеді. Айналасындағы адамдар бір қарап өтті де, өз жұмыстарымен кете берді. Сол кезде бір таныс дауыс естілді. Зере апай. Басын көтеріп қараса, Ержан. Ол жүгіріп келіп, дорбаларды жинай бастады. Жарақат алдыңыз ба? Ештеңе емес. Жүре аласыз ба? Зере орнынан тұрмақ болды. Бірақ аяғы дірілдеп қайта отырды. Ержан ештеңе деместен оның қолынан ұстап көтерді. Ауруханаға барамыз. Қажеті жоқ. Жоқ, алдымен дәрігерге көрінесіз. Рентгенге түсіргеннен кейін дәрігер. Сүйек сынбапты, бірақ қатты соғылған. Бірнеше күн аяғыңызды күтіңіз, деді. Зере жеңіл тыныстап қалды. Ауруханадан шыққан соң, Ержан, мен сізді ауылға жеткізіп соғамын. Автобуспен ақ кетем. Автобусқа мінбейсіз. Әуре болма. Бұл әуре емес. Ержан көлігіне отырғызып, жол бойы ештеңе сөйлеген жоқ. Екеуінің арасындағы үнсіздік бұрынғыдай жайлы емес, ауыр еді. Үйдің алдына келгенде Зере, рахмет балам. Айтпаңыз. Неге бір апта бойы келмедің? Ержан бір сәт үнсіз қалды. Себебін өзіңіз білесіз. Арман айтты ма? Иә. Ренжідің бе? Жоқ. Онда неге жоғалып кеттің? Ержан терең дем алды. Себебі мен сіздің кесірімнен елдің сөзіне қалуыңызды қаламадым. Зере алғаш рет оның көзіне тіке қарады. Бұл көзден өкпе емес, шынайы алаңдаушылық көрінді. Менің жағдайымды менен артық ойлама. Мен ойламасам болмайды. Осы сөзден кейін екеуі де үнсіз қалды. Дәл сол сәтте қақпа сыртынан көлік келіп тоқтады. Көліктен Күләш апаймен тағы екі әйел түсіп келе жатты. Олар Ержанның Зерені көліктен түсіріп жатқанын көріп, бір-біріне қарап қалды. Ей, көрдіңдер ме? Қаладан бірге келіпті. Айтқанымыз рас екен. Дауыстарын әдейі бәсеңдетпеген. Зере бәрін анық естіді. Бұл жолы ол үнсіз қалмады. Қақпаға дейін барып, Күләш! Әйелдер тоқтап қалды. Мен сендерге бір сұрақ қояйын. Мен жерге құлап қалдым. Мына жігіт көтеріп ауруханаға апарды. Соның несі ұят? Ешкім жауап бермеді.
Сендердің біреуің хабарласып, жағдайың қалай деп сұрадыңдар ма? Тағы үнсіздік. Жоқ, бірақ өсек айтуға уақыт таптыңдар. Күләш төмен қарап қалды. Біз жай... Жоқ, енді жай емес. Мен ешкімнің алдында ақталмаймын. Осы сөзді айтып, Зере үйіне кіріп кетті. Ержан сыртта біраз тұрды. Кетерінде жай ғана. Сіз бұрынғыдан да мықты екенсіз деді. Зере күлімсірегендей болды. Жоқ. Онда мен жай ғана шаршадым. Ержан басын изеді. Егер тағы көмек керек болса, шақыран. Бұл жолы шынымен шақырасыз ба? Зере сәл ойланып қалды. Сосын алғаш рет оған жылы жымиып. Иә, шақырам. Ержан көлігіне отырып кетіп қалды. Ал Зере үйге кіргенде телефон безілдеп қоя берді. Экранда Арман деген жазу тұр еді. Ол қоңырауды көтерген бойда ұлының ашулы дауысы естілді. Анашым, сізді ауданнан бірге келгендер көріпті. Бұл не болып жатыр? Зере бір сәт көзін жұмды. Ол ұлымен болатын ең ауыр әңгіме әлі алда екенін сезді. Арманның дауысы телефонның ар жағынан дірілдеп шықты. Анашым, мен ертең ауылға барам. Бұл әңгімені бір жыл аяқтаймыз. Зере сабырмен жауап берді. Келе ғой балам. Ол жігітте сонда болсын. Оны мен шақырмаймын. Онда өзін табам. Арман телефонды өшіріп тастады. Зере ұзақ уақыт үнсіз отырды. Ол ұлының ашуын түсінетін, бірақ оның өз ойын тыңдағысы келмейтіні жанына ауыртатын. Келесі күні түске қарай Арман тағы келді. Бұл жолы жалғыз емес. Қасында туған нағашысы Серік ағасы бар. Аға сөйлесе алады, деп ойлаған. Үйге кірген соң Серік сөз бастады. Зере, ренжіме. Біз сенің жамандығыңды ойлап келген жоқпыз. Білем. Бірақ ауылда әңгіме көбейіп кетті. Әңгімені мен шығарған жоқпын. Арман сөзге араласты. Бірақ тоқтата аласыз. Қалай? Ол жігітпен араласпау арқылы. Зере үнсіз қалды. Сәлден соң жай ғана. Ол маған ешқандай жамандық жасаған жоқ. Арманның ашуы қайта қозды. Сіз оны қорғайсыз ба? Мен шындықты айтып отырмын. Онда бүгін бәрі анықталсын. Арман Ержанның қайда жұмыс істейтінін Сапар ақсақалдан сұрап біліп алды. Ескі құрылыс базасының жанында жұмыс істеп жүрген екен. Арман көлігімен сонда барды. Ержан ағаш тақтайларды түсіріп жатқан. Арман көліктен түсіп қасына келді. Сөйлесейік. Ержан үндемей басын изеді. Екеуі қойманың артына қарай жүрді. Біраз уақыт ешкім үндемеді. Сосын Арман бірінші болып тіл қатты. Сенің мақсатың не? Қандай мақсат? Анам. Мен сізді түсінбедім. Түсінесің. Ақшасы бар, үйі бар, зейнетақысы бар, жалғыз тұрады. Осындай әйелдерді алдайтындарды көріп жүрміз. Ержанның жүзі бірден өзгерді, бірақ ашуланбады. Сіз мен туралы ештеңе білмейсіз. Онда айтып бер. Ержан біраз үнсіз тұрды, сосын баяу сөйледі. Мен 10 жыл бұрын үйлендім. Арман үнсіз тыңдап тұр. Қызымыз дүниеге келгенде бәріміз бақытты едік. Бірақ қызым 3 жасында ауыр дертке шалдықты. Ем іздеп бармаған жеріміз қалмады. Бар ақшамызды жұмсадық. 1 жылдан кейін қызым көз жұмды. Ержанның дауысы дірілдеп кетті. Сол қайғыдан кейін әйелім екеуміздің арамыз бұзылды. Ол басқа қалаға кетіп қалды. Ажырастық. Содан бері жалғыз тұрам. Арман үнсіз қалды. Анам ерте қайтыс болды. Сондықтан жасы үлкен әйел көрсем, анам есіме түседі. Зере апайға көмектескенімнің себебі де сол. Мен ешқашан одан бір теңге де сұраған емеспін. Сұрамайым да. Егер сенбесеңіз, Ержан қалтасынан әмияны шығарды. Ішінен банк картасын алып көрсетті. Менің өз үйім бар, несием жоқ, тұрақты жұмысым бар. Маған ешкімнің дүниесі керек емес. Маған тек адамдық керек. Арман алғаш рет не айтарын білмей қалды. Осы уақытқа дейін ол бәрін өз ойынша шешіп қойған еді. Ал мына әңгімені күтпеген. Неге бұны бұрын айтпадың? Себебі ешкімнің алдында ақталғым келмеді. Онда неге көмектесе бердің? Ержан күлімсіреді. Бір күні менің анам жалғыз қалғанда, біреу осылай көмектессе екен деп армандайтынмын. Бірақ ол күнді көрмеді. Осы кезде Серік аға да келіп қалды. Ол әңгіменің соңын естіп тұр екен. Балам, сенің сөзіңе сендім. Ержан басын изеді. Рахмет. Арман төмен қарап тұрды. Біраздан кейін ғана. Егер ренжіткен болсам, кешір. Ержан қолын созды.
Мен сізге өкпелеген жоқпын. Арман оның қолын қысты. Бірақ дәл сол сәтте құрылыс базасының алдында ауылдың екі жігіті бәрін көріп тұр еді. Ей! Анау Зеренің баласы әлгі жігітпен қол алысып жатыр ғой. Демек рас екен. Олар көлікке отырып ауылға қарай асығып кетті. Сол күні кешке ауылда бұрынғыдан да үлкен өсек тарады. Біреулер баласы да келісімін беріпті десе, екіншілері енді үйленетін шығар деп болжам жасай бастады. Ал Зере бұл өсектің әлі ең үлкен дауылдың басы ғана екенін білмейтін еді. Ауылдағы өсек бұрын сонды болмаған деңгейге жетті. Көшеде кездескен адамдар Зеремен бұрынғыдай ашық амандаспайтын болды. Біреуі күліп өтсе, екіншісі сыртынан сыбырлайтын. Зере алғашқы күндері үндемеді. Уақыт өте, бәрі басылады, деп ойлады. Бірақ күн өткен сайын әңгіме азаймай, керісінше көбейе түсті. Бір күні таңертең Күләш апай тағы келді. Бұл жолы жалғыз емес. Қасында тағы екі көрші әйел бар. Зере, ренжіме, деді Күләш. Айта беріңіз. Біз саған жамандық тілемейміз. Білемін. Бірақ мына жүрісің дұрыс болмай тұр. Зере таңы қап-қарады. Қай жүрсің? Анау Ержанмен араласқаның. Ол менің үйіме келіп көмектесті. Ел оны басқаша қабылдап жатыр. Елдің ойы үшін мен өмірімді тоқтатуым керек пе? Сен жесір әйелсің. Осы сөзден кейін Зере орнынан бай отырды. Иә, жесірмін, бірақ тірімін. Күләш үнсіз қалды. Күйеуім қайтыс болды деп, өмірімде бірге бітуі керек пе? Біз олай демейміз. Дәл соны айтып тұрсыңдар. Үш әйел бір-біріне қарап, ештеңе айта алмады. Сол күні кешке Арман тағы хабарласты. Анашым, сөйлесейікші? Тыңдап тұрмын. Мен соңғы күндері көп ойландым. Иә? Ержан туралы. Зере үндемеді. Ол жаман адам емес екен. Мен саған басынан-ақ айттым. Бірақ... Не бірақ? Ауылдың сөзі тоқтамайды. Балам, өмір бойы елдің көңілінен шығам деп жүрген адам ешқашан өзі бақытты болмайды. Арман ұзақ үнсіз қалды. Мен сіздің бақытты болғаныңызды қалаймын. Бұл сөзді Зере алғаш рет естіді. Көзіне жас келді. Рахмет, балам. Бірнеше күннен кейін аудандық мәдениет үйінде ауыл ақсақалдарының жиыны өтті. Жиыннан шыққан соң жұрт сыртта әңгімелесіп тұрды. Зере де сонда келген. Кенет қарсы алдынан Ержан көрінді. Олар көпшіліктің көзінше алғаш рет бетпе-бет кездесті. Екеуі де бір сәт тоқтап қалды. Сәлеметсіз бе, Зере апай? Сәлем, балам. Осы кезде қастарынан өтіп бара жатқан бір ер адам әдейі қатты дауыстап, «Ей, жастар, кездесіп қалыпты ғой!» деп күліп жіберді. Қасындағы бірнеше адам да қосыла күлді. Ержан үндемеді. Ал Зере олардың жанына өзі барып тоқтады. Бір ауыз сөз айтайын. Жұрт тыныштала қалды. Осы ауылда бір әйелге көмектесу қылмыс па? Ешкім үндемеді. Күйеуі қайтыс болған әйелдің адамша өмір сүруге құқығы жоқ па? Тағы үнсіздік. Сендердің сөздерінен қорқып үйге тығылып отырсам, марқұм күйеуім соны қалар ма еді? Жұрт төмен қарасты. Мен ешкімнен ұрлап жүрген жоқпын. Ешкімнің отбасын бұзып жүрген жоқпын. Маған көмектескен адамға рахмет айтудан ұялмаймын. Кімге ұнамаса, өз шаруасымен айналсын. Зере осы сөзді айтып, артына бұрылды. Алаң іші жым-жырт болып қалды. Ержан оның артынан қуып жетті. Зере апай, иә? Бүгін бәрін мен үшін айтып қойдыңыз. Жоқ, өзім үшін айттым. Ержан алғаш рет оның жүзіне ұзақ қарады. Сіз өте батыл адам екенсіз. Зере күлімсіреді. Жоқ, мен тек енді қорыққым келмейді. Кешке Арман анасының үйіне келді. Бұл жолы жалғыз. Ол үнсіз отырып шай ішті. Сосын баяу ғана, анашым. Иә, балам? Егер Ержанға көңіліңіз болса, мен қарсы болмаймын. Зере баласына таңырқай қарады. Бұл сөзді айту саған оңай болмаған шығар. Иә, Бірақ мен сіздің жалғыз қалғаныңызды енді қаламаймын. Зере орнынан тұрып, ұлын құшақтады. Екеуінің де көзінен жас шықты. Дәл сол сәтте есік қағылды. Зере барып ашты. Есіктің алдында Ержан тұр екен. Қолында кішкентай қағаз пакет. Мазаламадым ба? Жоқ. Мен бүгін сізге бір маңызды нәрсе айтқалы келдім. Зере оның жүзіне қарады. Ержанның қатты толқытылғаны байқалып тұр еді. Ол терең дем алып, Зере, мен сізді жақсы көріп қалдым деді. Зере үнсіз қатып қалды.
Оның бұл сөзді күтпегені анық еді. Ержанның сөзі айтылғаннан кейін ауылда үнсіздік орнады. Зере, мен сізді жақсы көріп қалдым. Бұл сөзді естіген Зере біраз уақыт тіл қата алмады. 40 жыл бойы бір ғана ер адамның жары болды. Күйеуі Нұрланды шын сүйіп өтті. Ол өмірінде басқа біреуден мұндай сөз естимін деп ешқашан ойламаған еді. Ержан оның ойын бөліп жіберді. Жауапты дәл қазір бермеңіз. Мен сізді қинағым келмейді. Менің сезімім шынайы болғандықтан ғана айттым. Сізден ештеңе талап етпеймін. Егер жоқ десеңіз де сыйлаймын. Зере көзін төмен салды. Ержан. Я? Менің жасым 55-те. Сен 35 жастасың. Арамызда 20 жыл айырмашылық бар. Білемін. Ертең адамдар тағы сөйлейді. Олар бүгін де сөйлеп жүр. Ертең де тоқтамайды. Бірақ біз өмірімізді солар үшін сүрмейміз ғой. Зере алғаш рет жымиып қойды. 2 күн бойы Зере ешкіммен сөйлеспеді. Тек өз ойымен арпалысты. Бір күні күйеуінің суретінің алдына отырып, ұзақ отырды. Қолына ескі фотоальбомды алды. Жастар кезіндегі суреттер. Балаларының кішкентай кезі, отбасылық мерекелер, барлығы көз алдынан өтті. Суреттердің арасынан Нұрланның өз қолмен жазған бір қағаз түсіп кетті. Онда: егер мен сенен бұрын кетсем, жалғыз қалма. Балалардың өмірі бөлек болады. Сенің де күліп жүргеніңді қалаймын, деген сөздер жазылыпты. Зеренің көзіне жас келді. Сен осылай ойлаған екенсің ғой. Ол сол күні жүрегіндегі соңғы күмәннің де сейілгенін сезді. Келесі күні Зере Ержанға өзі телефон соқты. Сәлем Ержан. Сәлеметсіз бе? Уақытың болса, келе аласың ба? Әрине. Жарты сағаттан кейін Ержан келді. Екеуі ауылдағы орындыққа қатар отырды. Мен көп ойландым. Сенің сөзіңе жауап беруге келдім. Ержан үнсіз тыңдап отырды. Мен сені жақсы адам деп білемін. Маған жасаған жақсылығыңды ешқашан ұмытпаймын. Бірақ бір шарт бар. Айтыңыз. Егер біз бірге болсақ, бұл тек махаббат үшін болады. Ақша үшін емес, мүлік үшін емес. Менің де қалайтыным сол. Екінші шарт. Балаларыммен сыйласып жүресің. Олар мен үшін бәрінен қымбат. Уәде беремін. Зере күлімсіреп, онда бірге көрейік. Ержан қуаныштан не айтарын білмей қалды. Бір аптадан кейін Арман мен Айнұр ауылға келді. Зере бәрін ашық айтты. Балаларым, мен шешім қабылдадым. Мен Ержанмен бірге болғым келеді. Үй ішінде үнсіздік орнады. Алғаш болып қызы Айнұр орнынан тұрды. Анасының жанына келіп: Анашым, сіз ұзақ уақыт өз бақытыңызды кейінге қалдырдыңыз. Егер осы адам сізді сыйласа, мен қарсы емеспін. Арман да күлімсіреді. Басында қателестім. Кешіріңіздер. Ержан орнынан тұрып: Арман, сізге рахмет. Арман оның иығынан қақты. Ең бастысы, анамды ешқашан жылатпа. Уәде. Көп ұзамай олар аудан мешітіне барып, қарапайым ғана неке қидырды. Ешқандай даңғаза той болған жоқ. Тек ең жақын адамдары ғана қатысты. Зере ақ түсті орамал тағып, жүзінен көптен бері көрінбеген бақыттың нұры байқалды. Арада 6 ай өтті. Ержан үйдің ескі қоршауын толық жаңартты. Бақшаны ретке келтірді. Нұрлан отырғызған алма ағаштарының түбін қопсытып, жаңадан көшеттер екті. Әкеңіздің еңбегі ғой, дейтін ол Арманға. Бұларды мәңгі сақтаймыз. Осы сөзді естіген Арман Ержанға деген құрметінің бұрынғыдан да артқанын сезді. Бір күні Күләш апай қақпа алдына келді. Зере, келіңіз. Менен ренжіме, мен кезінде көп қате сөйлеппін. Зере жымиып: өткен өтті Күләш. Ең бастысы, енді біреудің бақытына сырттан үкім шығармасақ болды. Күләш басын изеді. Дұрыс айтасың. Сол кеште Зере ауылда шай ішіп отырды. Күн ұясына батып бара жатыр. Ержан жанына келіп отырды. Не ойлап отырсыз? Зере аспанға қарап күлімсіреді. Бір кезде өмірім бітті деп ойлағанмын. Сөйтсем, өмірдің жаңа тарауы енді ғана басталған екен. Ержан оның қолынан жай ғана ұстады. Бақыттың жасы болмайды екен. Иә, бақыттың жасы емес, жүрегі болады. Екеуі үнсіз күннің батқанын тамашалап отырды. Жел алма ағаштарының жапырағын баяу тербеп тұрды. Зере сол сәтте жүрегіндегі тыныштықты алғаш рет анық сезінді. Марқұм Нұрланға деген құрметі де
өткен өміріне деген сағынышы да өз орнында қалды. Бірақ ол енді өткеннің көлеңкесінде емес, болашаққа қарап өмір сүруге шешім қабылдаған еді. Соңы